Алматыда бір пакетпен келетін болса, бұл дейтін бір шкафпен келемін. Алматыда бір шкаф бар. Бұл шүкір жақсы. Біздің шкафтар бар, да? Не жатасың? Так. Рас сол кезде айттым я. Қосылып кетпеші деп ше. Қосылма сен болды уже Айгүл саған қарамайды деген сияқты. Өйткені солай қатты айту керек болды. Өйткені түсінбейтін болды да махаббат түсінде алауында жүрді сол кезде. Мен сол кезде айттым. Просто жасайды. Бірақ дәл қазіргі сіздердің қарым-қатынастарыңыз білмеймін, бәрі менің қолымда тұрған жоқ. Сіздің ішіңізде жиналып қалған өксік осы дүниеге байланысты ма? Неге мен соншалықты жолым болмай кетті қазір махаббатта деп? Саған сөзіңізді бөлген кешірім сұраймын. Бір сырласу. Неге бір соны айтпай қалып кетті екен деген менде де ой қалып тұр да. Ақыры бәріне маған эфирда бұл кісі түфу мә дедім ай, там не деді тағы да құрсын қай бір сөздер бар еді. Блокқа сал деген адам неге мені магазинде қорғап үйтіп қалды деген бір ойлар келді. Түфума деген адам все уже саған вообще шаруам жоқ деген сияқты болу керек қой. Бірақ магазинде қорғап қалады деген сияқты сондай нәрселер да. И просто бұл жерде былай мен өзім жалпы кіммен қандай ситуация, даже мен қандай жағдайда қалдырып кеткен адам болса да, мен адамға обида ұстап жүре алмаймын. Ішімде андай жынданып, мен осы адамға сөйлемеуім керек. Ондай нәрседе мен кек сақтай алмаймын еще адамға. Мен даже бұрынғы жасын күйеуіміз маған не істемеді, мен оған Айгүл деп неғып тұрсам, мен обращай, я жарайды, ол мен үшін адам болып қала береді. Кез келген адамды мен ойбай, ол мен өмірімде жаман адам деген нәрсе жоқ менде. Содан кейін просто мен ақыры сол жерде айтып қалды ғой магазинде, доспыз ғой дегеннен кейін, ну ладно, жақсы көзқараспен қараған екен онда деген сияқты менде бір андай ештеңе задевать етпейді. Мен бұл жақтан мен бұған ренжімеймін да, жынданбаймын да, не үшін істеймін мен? Потому что мен бұл жаққа ештеңе жоқ та менде. Содан кейін мен бәрібір жүре беремін. Бірақ алдындар енді бір-бірлеріңізге бір қас жаудай болып жүріп, содан кейін бір жылына бастаған сияқты. Жоқ, андай ғой, қас жаудай болып деген кезде бір-екі нәрсе ғана бүйтіп көңіліме алдым да, потом қош құрсын, ладно, енді адам ғой ол да деген сияқты. Сондай мағынада қарадым. И бана доспыз ғой деген кейін мына жақта біз түртіп тиісіп кетеміз ғой бір-бірімізге, өтіп баратып деп тиісіп кеткенім бар шығар, енді оны бір сипалап. Бірақ достықтың белгісін кім бірінші бастады? Жайдан жай басталмаған шығар, себебі қалай осыған дейін сіздер сөйлеспей, мүлдем бір-бірлеріңізге қарай қарамай, әзілдеспей жүргенде қазір бір жылылық орнап қалған. Бағана мысалы өтіп баратыр, досым болғаннан кейін, чунга-чанга деп тиістім ана кейін, сөйтсем күліп мәз да маған. Мен, знаешь, сол күліп мәз болғанға енді әзілдесе беру керек екен деп ойладым. Жоқ, Айгүл, сен магазинде қорғап қалғаннан кейін мойнынан сипалағың келді ма? Ол жерде мен несі айтып тұрмын, мен мойнынан сипаладым деп түртіп кеттім. Біріміз түртіп ойнаймыз ғой, сондай ол. Сипалағанды білмейтін мен жасым, кішкентай балам ба не? Жоқ, Әділет. Түркемен сипалағанды білмейтін адам ба не мысалы? Әділетке енді может сипалаған болып көрінген шығар, білмеймін енді. Жоқ, Балауса ханым, қараңызшы, мен вообще Айгүл түсінбеймін да. Мысалы, Тәуіржанмен тоқтайтшы. Мысалы, кім Әділет жүрген кезде, типа Айгүл деп жүрді ғой, үшеу болған кезде. Сол кезде Айгүл ойбай жақындама, ойбай сөйлеме, бүйтпе деп. Енді қазір жақсы бір отношение басталып келгеннен кейін бұл дос болып көріп қалады деген да. Сол кезде көрмейсің ба, жарайды, бұл менің досым, сөйтіп жүре бер деген сияқты мысалы да. Бірақ мен Балауса ханым шыны керек, Әділеттің қазір түрінен де көрінеді ғой, адам өтірік айтатын адам сразу білінеді. Мен Әсемге айтқым келеді, Әсем, сенің кезіңде отношениеда травма болды ма? Сен ол нәрсені қазір өзіңнен алып тастамасаң, мысалы да, сен болашақта саған мешать етеді. Сен сол кезінде мен алдады, бүйтті, сөйтті деп, сен қазір болмайтын нәрсеге, былай айтқанда, Айгүлге бола сен таныстық тоқтатайын деп отырсың, мен саған айтайын. Так что ондай дүние керек емес. Айгүлге болай емес, Алишер, бұл жерде маған айтпай істеген тірліктерінде, маған бір нәрсені менен жасырып қалғандығында, потому что біз отношениені осы таныстықты бастамай тұрып келісіп алғанбыз бұл кісімен. Не болса да бір-бірімізге айтамыз, қандай жағдай болса да. Расул маған бірдеңе деп сөйлесе де мен саған айтам, Айгүл саған бірдеңе деп сөйлесе, сен маған айтасың деген сияқты. Екеуміз келісіп алдық, и бұл кісі маған айтпай жасырып қалғанында болып тұр ғой. Балауса ханым, Нұрай, жаңа айтып жатыр ғой, Айгүл доспыз деп. Бұл ешқандай да достық емес, Балауса ханым. Айгүл, енді сіз де жетісіп тұрған жоқсыз ғой негізі. Тотырас, Балауса ханым, Гүлжанмен ең соңғы рет ортада кезде Айгүл жылап қалды ғой. Сол кезде сіз де сұрақ қойдыңыз, неге жылап жатсыз Айгүл деп. Айгүл сол кезде бүйтіп үндемей қалды. Сол кезде мен қасымда отқан енді Айгүлдің. Сол кезде де айтпай қойды. Соның шешімінен мен айта салайыншы осы жерде не үшін жылап қалғанын. Сол кезде бүйтіп Айгүлге бүйтіп сұрап қалдым да енді, не үшін жылап қалдыңыз? Енді өзімнің ойымды айтқаным ғой, мүмкін сізге шынайы махаббат жетіспей жүрген шығар, шаршаған шығарсыз бәлкім уже өтірік нәрселерден, жасап нәрселердің бәрінен шаршаған шығарсыз десем, Айгүл соған басын изеп, я дегенде келісті да менімен. Одан кейін мен
ойлап қалдым, мен уже болды, уже әділетке де қайтатын уақытыңыз келген сияқты дегендей ехидна тиісем, Айгүл оны отрицать етпейді. Содан кейін ой келді негізі әділетке өзі де қайтарғысы келіп, сол нәрселерді жасап, қазір тектен тек жасап жүрген жоқ сияқты да осы нәрселер. Иә, Нұрай, молодец. Именно Нұрайдың қандай өсекші екенін жақсы білемін ғой мен негізі. Қосаяқта бас салып, мен ешқашанда өсекші емеспін. Нұрай жан, осы жерде біз басында Әділет маған сөз салған кезінде, бір Нұрай осы жерде менің артымда ашқандағы біраз нәрсе айтқан. Содан кейін мен білемін да, кімге сен, кімге сен. Дәл осы жерде отырып та Нұрай маған айтты. Айгүл, енді біліп тұрмын қандай сұрап жатыр, бүйтіп көңіліме кіріп, Айгүл айтып қалады-ау маған бірдеңе деген сияқты. Мен уже как психолог білесің ғой, адам саған қандай намерениемен сөйлеп жатыр. Ертең мынаны айтып қалайыншы, осыны іші бауырына кіріп сұрап алайын деген намерениемен сұраған. Мен әдейі үндемей отыра бердім. Не дейді екен, басын изеген сияқты деді. Мен басымды изеген жоқпын. Үндемей бетіне күліп отырдым. Ондай адамдарға солай қарау керек. Сен оған я жоқ десең, ол ертең тағы бірдеңе айтып жүр. Үндемей жай ғана бетіне я может сенікі дұрыс шығар деген сияқты оймен отырдым. Ол бір. Нұрай ол кезде бүйтіп айтты еще маған. Айгүл, что-то сен Гүлжанға да бүгін айттың ғой сен, то что сыртта сен вроде бы қасына кезде комфортно болады, бірақ сен қасынан кеткеннен кейін ол адамды іздемейсің. Сен Әділетте де тура солай айтқан едің ғой. Саған соған қарағанда басқа адам керек сияқты деп сөйтіп айтты. Саған сен Әділетте де сөйтіп қасында ұнайды, бірақ былай шыққаннан кейін что-то онша ойламаймын деген сияқты әңгімені айтқан болатынсың. Соған қарағанда саған вообще басқа адам керек сияқты деп айтқан болатын. Білмеймін енді қазір әңгімені бұрып Жоқ, негізі бұл жерде мынандай болып тұр ғой деп айтшы. Әлішер Тоқсай, баласаған жоқ, мына жерде андай қылып әңгіме қылып айтып жатыр да, мен сол жерде я айттым, Гүлжанға айтқан әңгімесі мына жерде мынандай болды ғой. Мен Гүлжанмен қасында жүремін, барлығы жақсы, бірақ мен үйге барған кезде ол нәрсені ойлап, Гүлжанды асыға ойлап, оған жазуға ұмтылмаймын деген нәрселер айтты ғой. Ал ол Үбүчөкпен таныстықта кезде де сол нәрсені айтты мысалында. Мен Үбүчөкпен жүремін, бауырмашылығы жақсы маған, бірақ үйге барғанда мен де оны ойламайын деген сияқты. Бірақ сол күні Үбүчөкпен Әсем де ортада болған жоқ, осы жақта болған жоқ, эфирда болған жоқ. И содан кейін мен соны типа осыны тиек етіп айттым да, Үбүчөк соған қарағанда деген сияқты. И мен қазір айтып отқан нәрселерін білмеймін. Айгүл өзі басқашалап бұрмалап істеп жатыр ғой. Факт болғаннан кейін сол нәрселер типа Нұрай өсекші қылып келтіріп жатыр ма білмей тұрған жоқ негізі. Енді баласаған ол нәрсені уже мойындайтын да кез келген шығар деп те ойлаймын негізі. Негізі былай ғой балауса ханым, шынымен де кімнің Нұрайдың сөзінде жаны бар. Өйткені сол кезде мысалы Әділет жаңағы Гүлжан үшеуінің әңгімесі бітпей жүрді ғой. Сол кезде Айгүл андай сезініп жүрді да, Гүлжан жарайды, бірақ мені бір жақсы көретін адам бар ғой деп жүрді да, кішкене бүйтіп күшті болып. Енді қазір бәрі ұмытылып, өзі бір жақсы отношение басталғаннан кейін, шынайылықты көріп жатқаннан кейін Айгүлді андай болып бастады да, что-то не то, что-то кетіп бара жатыр мынау жігіт деген сияқты бір түрлі болып сипалап жаңағыдай. Енді Айгүл ол нәрсені де бір байқайтындай адам емес қой, типа қорғап қалдың деп жаңа айтып жатыр ғой. Не үшін именно мен қорғап қалдым деген сияқты қылып. Саған бәрібір осы айтасың ғой, жарайды қорғап қалдым деген сияқты қылып ше. Просто сондай дүние болып тұр негізі. Атак білмеймін енді, Әсемге де айтқым келеді. Әсем тағы да дұрыс жағынан ойлан, по идее ше. Зарина? Я негізі жаңа пікірлерді тыңдап отырмын да, мен Әділеттің Айгүлге сезім бар дегенге мүлде сенбейді екенмін. Шынымен ол өзін өшіріп тастаған адам, бірақ шынымен содан күйіп қалғаннан кейін енді Әсемге қатты үлкен сөздер айтқысы келмейді. Қазір де мұңайып отыр да, мен айтқым-ақ келеді, бірақ Әсем любой моментте басқа жігіт таңдап кетуі мүмкін ғой деп әбден жүрегі жараланып қалған соң, бұл жігіт те қатты тәуекелге бара алмайды. Бірақ мен енді Әділетті ойлаймын, кез келген қызға солай қорғайды, кез келген қыздың жағдайын жасап, бірде көңіл күйіміз болмай қалса не болып қалды деп сұрап бәріміз солай жасап жүреді. Айдананың да алдында мысалы алдын жауып жатыр деген сияқты бәрін уайымдап жүреді. Әсем оны бізге қарындасы ретінде қарайды деп қабылдасаң, негізі шынымен бір тәуекел жасап екеуің бір-біріңе мүмкіндік беріп көрсеңдер, соңына дейін болады деп ойлаймын. Зарина, сіз түсінбедіңіз, мен оған бір қыздарды қорғаған әңгіме айтып жатқан жоқпын ғой бұл жерде. Менің айтып жатқаным просто менен жасырып бұл нәрсені только Айгүл жақтан ғана болып жатқан сияқты көрсетті да. И өзінің істеп жатқан нәрселерін маған айтқан жоқ. Ол сен жақсы көргендіктен айтқан жоқ қой. Сен көңіліне тиіп кететін біліп тұр ол. Маған сол нәрсе ұнамайды. Мен ренжітіп алмас үшін маған өтірік айтқан ұнамайды. Жоқ, жарайды, если жоқ енді ұнатасың ба деген ғой, енді жақсы көресің ба? Ұнату. Әсем де қорқып. Адамгершілік жағынан иә жақсы көремін. Адамгершілігін жақсы көремін. Әділет, сенші? Әділет неге күліп отырсың? Қатты күлдіңіз. Әлішер деп етіп, үлкен ағасы ұқсап, түк етіп сөйлеп отыр да, негізі көбісі енді ойлап отқан жарасына, мен жақсы көрмейді деген сөзді естейді деп. Бірақ та жоқ, мен шын айтамын балсағаным, Әсем, сен қазір не деп отырсың қазір, жоқ, сен маған бүйтіп отырсың деп. Не істейін мен, айтшы. Мен жоқ, балсаған негізі бұл шару әлі шешілмеген зат. Негізі біз әріп сөйлесіп керек негізінде, шын айтам. Бір сөйлесіп,
бірақ жаңалықпен келгім Жақсы, Әсем, таныстық жалғасады ғой. Әлде? таныстық тоқтайды па осы? Тоқтайды? Мен себеп көріп отырған жоқпын мына жерде. Тоқтайтындай. Әлде басқа бір нәрсе бар ма ойыңызда? Каждый раз Енді жылап отырғым келеді. Әсем, бір сөйлесіңіздер, бір ойланыңыз. Дүйсенбі күні мен сіздерден толық жауапты аламын. Ойланып сөйлесіп келіңіздер.